Дүние шыр айналып бара жатқандай. Лақап көп. Бүгін бірі, ертең екіншісі топ етіп түрмеден бірақ шығады. Не үшін қандай кінәмен түсті? Айтпайды, кейін түсінесің дейді. Әкеледі, қимайды, жапты, бітті. Түрмедегілердің ішінен өздеріне қандай айып тағылғандарын нақты айтып беретін аз. Біреу түртті, куә бар, ала жөнделген. Бұжай колхоздың сиыр фермасын басқарған. Сиырлары қысыр қалған. Бар жазығы осақ. Яғни зиянкес. Иманқұл даланың тағы қоянның шаруашылығында қоян фермасын құрмаған үшін отырғызылған. Ерден баласын сүндетке отырғызған үшін айтты, өйткені өзі органның адамы бола тұра ескішіл. Әмірдің айыбы түккен зор. Ол Ахмет Байтұрсынұлының мінісі. Демек, жау. Әкелді, жапты, қамады, себебі ағасымен хат жазып тұрған. Жүсіпназар. Өз емес, өнері кінәлі. Бар айыбы ән салғандығы. Қосымшасы үйін тінткенде Ахмет Байтұрсынұлының Міржақып Дулатовтың, Мағжан Жұмабаевтың, Шәкәрімнің өлеңдері, ескі фиса, дастандар, тіптен сұрақсы сандығынан құра шыққан. Тұтқындардың делосы осы теккес. Түрмедегілер бірі жұбатқан болады, алдархана. Мойымайтыны Жүсіпназар. Тамағын түбіт шәлімен орап алады да әнге басады. Күйіктің әні. Рас, іштерінде күйліктеуі жасықтарда жететін. Тіптен зора, Ғариевтің тыңшылары да осылармен аралас қоңсы, бірақ олар үнківді. Ның камерасында ұзақ қонақтамайды. Бұлар кетісімен камерадағылар қатары сейлеп қалушы еді. Тұтқын не басқа жаққа жөнелтілетін, не. Осы не деген сөздің астарында көп мән бар. Түрмедегілердің көпшілігі 58 статьямен айыпталатын.